Саламатсыздар ма әріптестер, қалдарыңыз қалай? Өткенде біз Google Meet'та сіздермен осы Canva туралы, Canva'ның ішінде қалай шақырту билеттер жасаймыз, сол жөнінде сіздермен бөліскен болатын. Көбінесе мына сет болмай қалды, или кеш қосылғандар үшін қайтадан жасап жатырмын видеоны. Енді қараңыздар, мынау Canva'ға сіздер тіркелесіздер. Жаңадан тіркелгендер болса, мүмкін бұрыннан болған біздің әріптестер болса, мынау бір неге кіресіздер, личный кабинетке кіресіздер ғой. Осы кабинетке кіргеннен кейін қараңыздар, мына оң жақта сіздің личный кабинетіңіз тұрады. Ат жөндеріңіз барлығы осы жерде тұрады. Жұмыс тобыңыздың барлығы осы жерде тұрады. Кіріп тұру керек Canva'ға, содан кейін барып қалған жұмыстарды жасай аласыздар. Енді поисковик бар ғой, іздеу жолағына жазамыз. Өткенде бұл жерге шақыру билеті десеңіз сізге шықпайды. Сондықтан сіз оны пригласительный билет деп жазыңыз. Пригласительный деп жазайық. Осы жерге мінекей көптеген шаблондар шығады сізге. Енді бұл жерде қараңызшы, астында мына сарылар тұр ғой, міне таянсаңыз платный деп тұр да. Бұған подписка жасау керексіз, ақылы түрде айына ақшасын төлеп. Сол кезде сіз мына жерде тұрған ақылы тұрған нелерді ала аласыз, шаблондар. Енді сіз ақылы түрде болмаса да, ақысыз жақсы шаблондар бар. Соларды алып әрі қарай жұмыс жасай аласыз. Мінекей мынаның астында тұр ғой. Міне мысалға мынау бесплатный дүние. Осыны алсаңыз болады. Қазір мен мынаны ашайын. Ашайықшы, осы жұмысты ашайық. Міне осылай ойнайды екен. Міне шақыру билетті осылай жасай аласыз өзіңізді. Қазір енді осы ұнап тұр ғой, шаблон ұнап тұрса, осыны алып изменить етеміз. Изменить басасыз. Canva'ны бұрынға тұрақты пайдаланып жүрсеңіз, сіз уже байқайсыз, жаңадан шаблондар қосылғанын, тағы вариант мүмкіндіктер пайда болғанын көресіз. Енді қараңыз, мынау дайын шаблон бізге. Бізде ең астында тұр ғой, мінекей 1, 2, міне 3, каждый анимация элементтерінің барлығын анимация қойып тұр. Біз тек қана бұл жерде шрифттарын соларын ғана өзгертеміз. Енді бірінші слайдтан бастайық, мінекей. Мынадан бастайық. Мынау бізде шақыру деп. Сіз өзіңізге негізі ұнаған нені аласыз ғой. Шақыру билеті деп жаза берейік. Мына жерге қазір өзіңіз сосын барлығын қойып өткеннен кейін біз мынаны курсив, жирный немесе шрифт ұнамай жатса, мына жерге келіп, міне өзгертетін жер ғой, осы жерде не бар? Шрифтті осылай өзгертіп алсаңыз болады. Курсивке қойып, қайтадан бұның барлығын өзіңіз жасай аласыз, қолыңыздан келеді. Енді осылардың бәрін жасаңыз өзіңіз. Қазір мен примерно көрсетіп жатырмын сізге. Жайды осылай тұра берсін. Онша болмас кетті. Болмай қалды, бірақ сонда да. Енді мына жерде к дейма. Енді мына жерді ауыстырайық, мысалы. Мына жерге к дейік. Қыздың аты м дей салайық. Енді осыған байланысты өзгертуіміз керек қой, қыздың аты жөнін. Немесе мына жерге қыз бен жігіттің суретін қойсаңыз болады. Өзіңіз білесіз. Енді Жәмила келут дейма. Қазір мына жерге келіп, енді өзгертейік. Қыдан келетін Керім, және кім болды? Керім менен Мерей солай. Тойдың болатын уақыты 2025 жыл. Осыны өзгертеміз. Так, кеттік. Мінекей бірінші беті дайын тұр. Енді келесі. Мінекей мына слайдқа келеміз. Екінші слайдқа келген кезде мына сөздерді ауыстыру керек. Мінекей. Сіздерді жаңағы Керей мен Мерейдің үйлену тойының
кадірлі қонағы болуға шақырамыз деп жаздық. Мүмкін мына шрифттердің барлығын өздеріңіз ауыстырсаңыздар болады. Әзірше осылай кетті. Қараңыз. Кетті. Енді мына жерде де тоже айырбастау керек. Астында шаблон тұр ғой. Қазір міне. Мына шаблонға келген кезде Жәмила мен Халид дейді. Енді осыны айырбастау керек. Кім еді жаңағы? Керей, Мерей. Қалай? Қоюға ма атты? Өзгертейік. Мынандай енді мынау артықтау болады, алып тастайық. Өстіп қойғаннан кейін мына жерде бір не сөз бар, жасырын тұрған. Өстіп балаларымыздың қуанышына деп осылай каждый сөздердің барлығын, мынау слайдта тұрған сөздердің барлығын өзгертесіз. Мына жерде тұрған, мына жерге плейге басасыз, қандай не шығып тұр, мына сөздер. Мына осының барлығын өзгертуге тура келеді. Мына болатын уақыты. Мерзімі ма? Той мерзімі деп жазайық. Той мерзімі. Қазір. Мына тура осы ойнап тұр ғой, ойнаған кезде мына жерге өзгерту керек. Мынау ресторан. Дала рестораны 25 жыл. Енді мынаны ойнатасыз тағы да. Көресіз, тура қай жерге мына жазу түседі, тура сол жерде тоқтатасыз ғой. Уақыты 18:00 дейсіз. Сосын тағы да ойнатасыз. Қай жерге түсіп тұр? Болды, осы жерге тоқтатып, енді мынаны ауыстырасыз. Жезқазған қаласы. Өз мекен жайын жазасыз ғой. Осылай. Енді мына жерге thank you депті. Мүмкін сіз күтеміз деген сияқты. Біз соңында не жазамыз көбінесе? Қазір көбінесе біздің жақта дресс-код жазатынбыз ғой соңғы кездері. Мынандай киіммен келіңіз деген сияқты. Мына жерге өзіңіздің жаңағы тілектеріңізді жазып қоясыз. Тойдың иесі, той иелері, той иелері Арман мен жалған дейді. Жәмила дей салып құрсын. Все, алып тастаймыз лишний раз. Енді мынаны бітіп қоямыз. Мынау дайын шаблонды осылай өзгерте салуға болады. Сосын осы жерге күшті музыканы қосуға да болады, астына келтіріп. Енді қазір былай жасайық. Басынан бастап былай қосып тексересіз бұның барлығын. Тексересіз. Бұл дайын шаблонды өзгерту видеосы. Сәл жерде бірден өзгертілмепті. Мына осылай өзіңізге қажетті шаблонды өзіңізге қарай өзгертіп алсаңыз болады. Сізге жақсы шрифт керек ол үшін, ана шрифттар бар ғой менде канал, соған кіріп шрифттардың барлығын, ұнаған шрифтті өзіңізге жүктеп алыңыз. Мінекей, осылай дайын шаблон шығады. Енді осы жұмыс біткеннен кейін, барлығын көріп біткеннен кейін, сіз оны сақтайсыз, оны поделиться барасыз. Поделиться. Сосын осы жерде скачать деген басасыз. Енді сіз бұны MP4 деп тұр ғой, видео. Соған басасыз. Кейде бұл былай JPEG болып тұрады біреулерде. Сондықтан JPEG-ке қойсаңыз, мына каждый слайдыңыз сурет болып сақталады. Сондықтан аны ашып, видео MP4 дегенге қоясыз. Страницы деген жерді ашасыз.
Енді сіз қарап шығасыз. Сізде мына страницаның барлығы қажет. Өйткені ол бір-бірімен связаны ғой, шақыру билетіңіз. А кейде мынандай болады. Бірінші бетін ғана, үшінші бетін ғана алатындар. Вот сол кезде қай бет керек, соны жазып белгілейсіз. А бұл жағдайда барлығы қажет. Сондықтан готованы басамыз и сосын скачать дегенді басып қоямыз. Скачатьты басып жатырмыз. Қазір жүктеліп жатыр. Осы Canva өте жақсы. Сондықтан сіздер де жазыңыздар. Қазір жүктелген күтейік кішкене. Міне мынау әлі жүктеліп жатыр, мына жерде тұр. Қараңыздар, жаңағы видеом жүктеліп болды. Қазір көрейік мына жерден. Мына видео жаңағы жасағанымыз. Осыған енді капкасын қойып, күшті музыка қойып, шақыру билетті жасап алсаңыз болады. Байқадыңыздар, жерде бір нені дұрыс өзгертпеппін ше. Осылай жасап алсаңыз болады. Музыка қойсаңыз,